Сәлем достар, бүгін біз қызанақты қысты күнге қалай сақтауды көрсетемін. Ең алдымен қызанақты жуып аламыз, сыртын әдемілеп сүртіп аламыз және осылай домалақтап тураймыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта өте қызықты рецептер шығып тұрады. Осылай барлық қызанақтарды домалақтап турап шығамыз. Және де кондитерлік дүкендерде осындай пищевой пленкалар болады. Бұндай болмаса, сіздерде кәдімгі бір реттік пакеттерді пайдалануға болады. Осылай қызанақтарды бірінің үстіне бірін орналастырып, пленканы айналдырып отырамыз. Барлық қызанақтарды қатарынан осылай жасап айналдырып отырамыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдайық. Әрқашан қызықты, өте оңай, тез жасалатын рецептермен бөлісіп отырамын. Осылай қызанақтарды бірінің үстіне бірін қоя отырып, мұздатқышқа 5-6 сағатқа салып қоямыз. Қызанағымыз қатқан соң алып, оларды осындай контейнерлерге салсақ болады, жабылатын. Әдемілеп орналастырамыз. Және қысты күні балаларымыздың ең сүйікті астарының бірі пиццалардың бетіне салуға өте ыңғайлы. Және бірінші, екінші тамақтарға да қоссаңыздар, өте ыңғайлы. Осылай қызанақтың барлығын контейнерлерге салып, бетін жауып, мұздатқышқа салып қоямыз.